Сәлеметсіңдер ме? Сабақтың тақырыбы 2 лақ. Бүгін сабақта мәтінді тыңдауды, сипаттама беруді, лақ туралы әңгімелеуді үйренеміз. Жаңа сөздер: секіреді, еркелейді, ойнайды, сүзісті. Тыңда, сұраққа жауап бер. Шөре лағым, тентек болма шырағым, секектеме деміңді ал, селтеңдеме құлағың. Әбділда Тәжібаев. Балалар, мына сұраққа жауап берейікші. Өлеңдегі лақтың мінезі қандай? Ойланайық. Әрине, ол тентек. Және де ерке. Жарайсыңдар. Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Досыңа лақ туралы айтып бер. Лақ ешкінің төлі. Ол өте сүйкімді. Ақ, қара лақтар болады. Лақ секіреді, ойнайды. Лақтар енесіне еркелейді. Сұрақ: мәтін не туралы? Әрине, мәтін лақ туралы. Лақ қандай? Ол өте сүйкімді. Және қара, ақ лақтар болады. Ал лақ не істейді? Ол секіреді, ойнайды, енесіне еркелейді. Үшінші тапсырма. Лақты сипаттап дәптерге жаз. Оқушылар, бұны дәптерге орындаймыз. Лақ қандай? Лақ не істейді деген сұрақтарға жауап береміз. Айтылым. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, мәтін құрастырып айт. 2 лақ. Тірек сөздер: кездесті, жол бермеді, сүзісті, құлады. Олай болса, мына суретке қарайықшы оқушылар. 2 лақ не істеді? Олар көпірде кездесті, бірақ бір-біріне жол бермеді. Одан кейін екеуі сүзісті. Олар көпірден құлады. 2 лақ туралы мәтінді құрастырып, жұп болып бір-бірімізге әңгімелеп айтып берейік. Үй жұмысы. Бірінші тапсырма. 76-шы бет. Өлеңді жаттау. Оқушылар, сабағымызды инсерт әдісі арқылы қорытындылайық. Білемін, білдім, білгім келеді. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.